ашқан кезде ең алдыменен сіз инстаграмда өтірік жарнамаға алданып қалмай, ол кісінің инстаграм парақшасын зерттеңіз, жазған комментарияларына қараңыз, және де сол кісімен серіктес болған жаңағы филиалдар болады ғой, солардан сұраңыздар нақтылап. Товар уақытылы келіп жатыр ма, қанша доллармен береді, веске қанша теңге төлейді, және де бізде карго ашқан кезде ең көбі баста договоры басқаша болады да, и олардың кейін услугасы өзгере бастайды. Жаңа баста айтады, 2,8 доллармен, 3 доллармен, 4 доллармен аласың товарды, и услугасы жаңағы үстіне қоятындар көбейіп кетеді. Сол кезде товарды коробкамен береді ма, мешокпен береді ма, соның барлығына өте қатты назар аударып, жаңа филиалдардан сұрап, асықпай договорға отырған дұрыс. Және де мен енді алғашқы карго ашқан кезде, мысалы, мен филиал болдым, мен филиал болып ешқандай да пайда тапқан жоқпын. Кейіншелік тікелей мен өзім жаңа серіктес болдым, бірақ мен ол кезде үлкен сомада қаражат бердім. Үлкен сомада қаражат бергеннің арқасында мен алданып қалдым. Яғни менің товарым уақытылы келмейді, жаңағы 7-10 күннің ішінде келеді деген логистический компания тауарларды 20 күннің ішінде әрең қолға аламыз. 20 күннің ішінде қолға алғанның өзінде товар сразу 20 күнде келмейді, тіпті 1 айға да созылып кетеді. Оның бәрі логистический компания тауарды дұрыс әкелмегеннің және кешіктіріп әкелгеннің арқасында. Бірақтан көпшілік былай ойлайды, Қытайдағы тауарлар сенікі кеш келеді, ананікі ерте келеді деп. Негізі көбінесе тауарлардың барлығымызға бір жерге келеді. Яғни жаңағы бір жерге келеді, ол жаңағы сізге жеткізетін адамның сортировка, яғни тауарды бөліп сортировка жасауына байланысты. Егер де сіздің адамыңыз пысық болса, тіркелген адамыңыз пысық болатын болса, жаңағы тауарды бір күнде сортировка жасап, тез отправкаға дайындайды. Бір карголар бар да, тауарды түсіреді, 2 күн сортировка жасайды, 2 күн отправка жасайды, сонымен 1 апта уақыттарын жоғалтып алады. Сондықтан да мен құрметті қыз-келіншектер, егер де сіздер карго ашып жаңа жұмыс жасаймын десеңіздер, 300-400 мың, 500 мың теңге ақша сұрап жатса, оны бермеңіздер. Яғни ондай суммаға карго ашып алданып қалмаңыздар деп айтамын. Себебі қазіргі уақытта карго ашудың құны оншалықты қатты қымбат емес. Тіпті 70 мың, 100 мыңға да карго ашуға болады, тікелей Қытаймен байланысып. Енді сіздер карго аштыққаннан кейін бұның жаңағы тиімді жағын айтайын. Егер тиімді жағы, сіздер өздеріңіз, мысалы, күнделікті балдарыңызға, отбасыларыңызға қажетті өнімдерді біреулерге веске ақша төлемей, тікелей өздеріңіз алдыртып, біраз ақшаны экономдауға болады. Егер де жоқ, мен жаңағы онымен айналыспаймын десеңіздер, біреуге тіркеліп, біреудің каргосына тіркеліп, сол арқылы заттарыңызды алдыртып отырсаңыздар болады. Енді каргода, мысалы, біздің жаңа Қытаймен қазір бизнес енді қатты дамып жатыр ғой. Осыдан 2 жыл бұрын Турциямен бизнес қатты дамыды, енді қазір Қытаймен бизнес қатты дамып жатыр. Енді Қытаймен бизнесте қазір егер де сіздер маркетплейстермен зат сататын болсаңыздар, например, сіздер Озон, Вайлдберрис, Каспи арқылы сауда жасайтын болсаңыздар, сіздер Pinduoduo сайтына тіркеліп алуды мен сіздерге ұсынатын едім. Себебі, яғни карго ашып алуға болады, немесе жаңағы өзіңіз алып жүрген адаммен договорға отырсаңыз болады. Мен, мысалы, 30 килоға, 10 кило, 20 килоға заказ беремін, сен маған кішігірім скидка жасап бер деп ше, солай скидка жасап заттарыңызды алдыртсаңыздар болады. Себебі қазіргі уақытта Вайлдберрис, Каспи, Озон деген сайттарда Қытайдың товарлары өте қатты жақсы сұранысқа ие. Себебі Қытайда білесіздер, товарлар өте арзан бағада. Мысалы, мен өзіме күнделікті балдарымның киетін киімдерін, жаңағы канцелярский заттарының көбісін, ойыншықтарын бәрін мен тікелей Pinduoduo сайтынан заказ беріп алдыртамын. Себебі ол жерде тауарлар бірінші жағынан қатты арзан деп айта алмаймын, енді орта бағада, бірақтан ол жерде сапасы өте жақсы, Қазақстанға қарағанда тіпті 2 есе арзан деп айта аламын. Себебі мен өзім кеше барып аналитика жасадым, дүкендерді араладым, балама алып берейін дедім бір сумканы.
соны мен мысалы 9.000 теңгеге алдым. Дәл сол сумканы мен Pinduoduo сайтынан 3.000 теңгеге алам. Ортада уже 6.000 теңге разница ойнап тұр, сондықтан да Қытай сайттары қазір Pinduoduo өте тиімді, адамдарға қолжетімді, үйде отырасың, заказ жасайсың, затыңды үйіңе дейін алып келіп береді. Енді мен сіздерге айтайын деп жатқаным, қазіргі уақытта көбісі ойлайды, жаңа біз мынандаймыз ғой, біреу карго аша, жаңа үйінде бір заттар болып жатса, доставка жасап жатса, осы байып жатыр, пайда көріп жатыр, жаңағы каргодан миллиондап ақша тауып жатыр дейсіздер. Негізі оның артында өте көп еңбек жатыр, бірақ оның көпшілігін ол көп адамдар көрмейді. Тауарды алып келу керек, сортировка жасау керек, клиентке жеткізу керек. Оның барлығы, мысалы, тауар сіздің қолыңызға жеткізгенше ортадағы адам қаншама жаңағы не дейді, нерві кетеді да, яғни жүйке жүйесі шаршайды. Енді қараңыздар, және де бұл жерде карго ашқан кезде мысалы вес, егерде сіздерде салмағы, мысалы карго ашқан адамның салмағы тауарлар аз келетін болса, ол кісіге тіптен пайда қалмайды. Егер ол кісі тауарларын жаңағы салмағы көп заттар алдыртатын болса, енді пайда қалуы мүмкін. Так аз заттан ешқандай да ол кісі пайда көрмейді. Мен өзім осы Қытай сайттарында жұмыс жасап жатқаныма уже менде 5 айдан асты. 5 айдың ішінде мысалы маған жаңағы өте көп енді ошибкалар болды, өте көп минустар болды, көп нәрседен сабақ ала бастадым. Және де мен айтып жатырмын ғой, алғашқы тіркелген каргом 50.000 теңгемен филиал болып тіркелдім. Ол кезде мен заттарымды уақытылы ала алмай, одан шығып 300.000 теңге ақша беріп, өзімнің атымнан Данагүл карго деп аштым. Ол кезде де мен тауарларым уақытылы келмей қойды. Сосын мен қайтадан басқа кісімен серіктес болдым. Оған да тоже біз ақшалай бердік. Яғни көрдіңіздер ғой, ортада қаншама шығын, қаншама энергия, қаншама уақыт кетті. Бірақ енді мен өзім тікелей маркетплейстермен зат сататын болғандықтан, маған осы карго ашып, тікелей Қытайдан заттарды алып, оның үстіне маржасын қойып сатқан өте тиімді. Мысалы, мен Валберс деген сайтта бір сумка алдым да, сол сумка Қытай сайттарында 2200 теңге екен. Мысалы, мен соны келуімен 3000 теңге болды, бірақ мен Валберс деген сайтта ол сумкаларды 9000 теңгеден саттым. Ортадағы таза маржа әр сумкадан 4000 теңгеден қалды. Сондықтан да мен сіздерге ұсынатынмын, егер де сіздер Pinduoduo сайтын әлі оқымаған болсаңыздар, оқып үйреніп алыңыздар, және де өздеріңізге қажетті күнделікті қолданатын заттарыңызды тікелей Қытайдан заказ беріп алдырсаңыздар болады. Яғни сіздерге тағы да айтамын, егер де сізде ИП болса, через Каспи, Валберс, Озон арқылы кез келген затты сатуға болады. Және де сіз қол өнермен айналысатын болсаңыз, қол өнерге қажетті заттардың бәрін осы Pinduoduo сайтынан алсаңыздар болады. Pinduoduo сайтында өте қолжетімді бағада аласыздар. Яғни Қазақстан қарағанда 2-3 есе арзан. Және де мен сіздерге айта кететін, карго ашып, жаңағы біз тек қана жаңағы адамның жаңағы алдындағы несін ғана көреміз ғой, жаңағы миллион тауып жатыр, пайда тауып жатыр деген ғана көреміз, бірақ артта жатқан қанша қиыншылықтарды көрмейміз. Сондықтан сіз кіммен серіктес болсаңыз да, сол адамды түсіністікпен қарап, яғни сіздің тауарларыңыз кесігіп жатыр ма, Алматыда бірдеңе проблема бар да, уже тауарлар уақытылы келмей жатқан себебі логистический компанияда проблемалар бар деген сөз. Дәл қазіргі уақытта декабрь, январь айында жаңа тауарлар уақытылы келмей, кешігу, тауарлардың жоғалып кету деген проблемалар өте көп болды. Соның барлығына сабырлық танытыңыздар, алда бәрі жақсы болады. Және де мен сіздерге айтатыным, біз негізі Pinduoduo сайтын жақсылап зерттемейміз. Егер зерттесеңіздер, жақсылап оқитын болсаңыздар, переводчикқа салатын болсаңыздар, енді өте күшті заттарды, дүниелерді тауып алуға болады. Тіптен Қазақстанда жоқ заттардың барлығын сол Pinduoduo сайттарына алуға болады. Себебі Қытай қазір өте қатты дамып кетті, білесіздер. Қытай енді дүние жүзі бойынша ең қатты дамыған мемлекеттердің қатарында ғой. Біз оларға жете аламыз деп айта алмаймын, себебі Қытайлар күннен күнге жаңадан технология, жаңадан техника не істеп жатыр, дамытып жатыр. Қазіргі уақытта өте көп сайттар шығып кетті, Paizion, 1688, Taobao дейді. Бірақ маған ең ұнайтыны осы Pinduoduo сайты қатты ұнайды. Енді мен қазіргі уақытта өзімнің каргом бар, сол каргом арқылы кез келген затты Қытайдан заказ беремін. Күнделікті қажетті дүниелердің бәрін бала-шағаларыма осы Pinduoduo сайтынан алып беріп отырамын. Егер де сіздерге Pinduoduo сайты оқып үйренгілеріңіз келсе, сенімді карго қажет болса, менің каргома келіп тіркелсеңіздер болады.